Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 16 және 17 қара сөздері. Абайдың 16 қара сөзі. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды біз де қылып жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жай келгенде тапқаным осы, біттім деп алсаң, ал әйтпесе саған бұл жерден малғазан ба, дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? 17 қара сөз. Қайрат, ақыл, жүрек, шеу өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, бұйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсеғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жығызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Депті. Ал онан соң жүрек айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен, үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын, жақсылыққа елжіреп үйретұғын мен, жаманшылықтан жерініп тулап кететұғын мен, әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарынан басқа да көп өнерлерінің бәрі рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман, депті. Ей ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман, депті. Сен үшеуінің басынды қоспақ менің ісім, депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіне жібермейді, орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәріңге жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта,
Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.